Еңбек адамы елеусіз қалмайды. Астаналық Аязхан Бекмырзаев 15 жылдан бері бас шаһардың тазалығына жауапты. Кәсібіне адал жан бұл іске адами борышым деп қарайды. Себебі мәдениеттің өлшемі әр аула мен көшенің тазалығынан басталады дейді. Еңбекқорлығымен көпке үлгі болған маман жайлы арна тілшісі тарқатады. Аязхан Бекмырзаевтың таңы әркез осылай басталады. Ол бас қаламыздың тазалығына жауапты маман. 4 баланың әкесі Түркістаннан 15 жыл бұрын көшіп келген. Содан бері табан аудармай бір ұжымда еңбек етіп келеді. Әсіресе қыста тірлік қызу, ел игілігі үшін бір сәтке тыным таппайды. Темір тұлпарын сайлап, Астананың көшелерін жауған қардан тазартуға аттанады. Мәдениеті жақсарып келе жатыр ғой, дегенмен ішінде болады енді. Қанша дегенмен ол жаңа қазақ айтады ғой, бес ұсақ бірдей емес деген сияқты ішінде жаңағы бізге кедергі беретіндер де болады, жәрдем беріп жіберетін адамдар да болады. Қыста ол 11 сағат жұмыс істейміз. Негізі таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін. Қаланың тазарып жатқанын көрген кезде бұл мына тазалыққа менің де үлесім бар ғой деген мақтаныштар болып тұрады. Бас қаланың көшелерін мұнтаздай таза ұстау жауапкершілігі мол жұмыс. Себебі Астана елдің айнасы. Тәжірибелі маман бұл іске күнкөріс қамы деп емес, адами борышым деп қарайды. Әрі ауыр да болса абыройлы міндет арқалаған қарапайым еңбек адамдарына көңіл бөлініп жатқанына қуанады. Жауаптылық керек қой барлық адамға. Әркім өз ісіне жауапты болса, жұмыс жүреді ғой. Ең ауыр жұмыс істеп жатқанымыз қарапайым жұмысшылар ғой, негізі бүйтіп қарасаңыз. Солардың жағдайын жасап жатса, президентімізге үлкен рахмет. Еңбек адамы деген жылды бекітіп жатыр. Астананың тазалығына жауапты мекемеде қазір 2000-нан аса адам қызмет етеді. Олар 2 ауысымда қала аумағын бақылауда ұстайды. Бұл жұмыстар сайлаулы техникасыз өнбек емес. Бүгінде орталықта 500-ге тарта арнайы техника бар. 700-де жол жұмыскері, 780 көлемінде водитель машинисттер бар. Астана қаласы бойынша 5 ауданды жұмысын санитарлық тазалау жұмысын қамтамасыз етеміз. Штатқа енді арнайы шынақ техникалар келіп жатыр. Елді сүю адал қызметтен басталады. Бақытын еңбектен тапқан бұл жандардың қай-қайсысы да құрметке лайық. Назерке Тоқжан, Руслан Алиев, 24 KZ.